Әке. Ата-ана біздің тамыр. Біз бұл өмірге даму үшін келдік. Үйрену үшін, сабақ алу үшін келдік. Бізге әке жақтан ақша, білім, карьера, мамандық статусы, рухани баю, білім, әлемді тану әке жақтан келеді. Егер әкемен қарым-қатынас дұрыс болмаса, осылардың барлығына блок қойылады. Әке өмірлік жол ашушы тамыр. Әке асқартау, қорған. Сенің ауыртпашылығыңды көтеруші жан. Әке Алладан берілетін қасиетке жол ашушы. Біз өзіміз оны қайғырумен, ашу ызамен, өкпе назбен, ренішпен, кешірмеумен, қабылдамаумен өз жолымызды жабамыз. Бұл медитацияда осы блокты босатып, жанымызды емдейміз. Әкемізбен, папамызбен, өмір сыйлаған жанмен қауышамыз. Бұл медитация әкеңіз өмірде болмаса да, белгілі себептермен сіздің қазір өміріңізде, жаныңызда болмаса да жасалына береді. Қайталап айтам, әлемде 95% ментальды әлем жұмыс жасайды. Біз кімге арнаймыз, кімді ойлаймыз, не сезінеміз, әлем соған жауап береді. Егер сіз өміріңізде белгілі бір себептермен әкеңізбен бала күнде, болмаса қазіргі уақытта ренжісіп, өкпелесіп қалған сәттеріңіз болса, онда міндетті түрде сізге қабылдау, босату медитациясын жасау керек. Олай болса, менімен бірге болыңыз. Терең тыныс аламыз, көзімізді жұмамыз, ыңғайлы отырамыз. Ешкімнің кедергі келтірмегенін қадағалаңыз. Құрметті папа. Папа. Әкеші. Мен түсінемін. Менің жаным өмірлік ұстаз ретінде сізді таңдады. Сіз қандай болсаңыз да, мен сізді өзім таңдадым. Өмірге үйрену үшін сізден өзім сұрандым. Себебі мен білдім, сіз маған менің жанымда көмекші болатыныңызды, маған көмек беретініңізді, менің жаным рухани дамитынын, өсетінін білдім. Папа, сіз өзіңізде толық ештеңе білмегеніңізді мен түсінемін. Сіз өз міндеттеріңізді толық білмегеніңізді де түсінемін. Папа, сіз қандай болсаңыз да, мен сізді жақсы көремін. Әкешім, сіз менің асқар тауымсыз. Сіз тұрғанда мен өзімді сенімді сезінемін. Әкешім, мен қалағандай үйрете алмасаңыз да, ойымнан шықпасаңыз да, маған қатал болсаңыз да,
Мен сізді жақсы көремін. Мен сізді қалай бары солай қабылдауға шешім шығардым. Не істесеңіз де әкем болғаныңыз үшін, әрі қарай жанымды ауыртпас үшін сізді мен қабылдадым. Екеуміздің арамызда болған қандай да ситуацияны позитивті нұрға айналдыруға шешім қабылдадым. Папа, мен сізді жүрегіммен қабылдадым.